Сәлем бердім баршаңызға. Мен бүгін сіздермен пеште піскен өте қатпарлы, дәмі сондай тәтті начинкамен, картошка начинкамен де аскөкпен даярланған қатпарлы нанды ұсынғым кеп отыр. Менің арнама тіркеліп кетуді, видеомды аяғына дейін тамашалауларыңызды сұраймын. Ең алдымен жылы сүтімізге бір қасық тұзымызды қосып, дрожжымызды қосып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды жақсылап дайындап, міне осылай бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап көтерілгеннен кейін 2 бөлікке бөлеміз. Қыздар, сіздер де істеп көріңіздер, кеңес беремін, өте тәтті болып шығады. Салмасына картоп, піскен картоп, қара бұрыш, қызыл бұрыш, аскөкті қоссаңыздар болады. Сыр болса тіпті жақсы болады, сыр қосыңыздар, немесе жуамен дайындаңыздар. Осылай жайып аламыз дағыны, ортасына сары майымызды немесе маргаринімізді жағып, екіге былай жабыстырамыз бір-бірін. Міне қараңыздар, мен тағы да ораймын, сол үшін тағы да май жақтым арасына. Осылай жағып болғаннан кейін стаканның көмегімен осылай қалташа істейміз. Қараңыздар, қалташа істеп асты жабылу керек. Міне қалташа болды. Начинкамыздың салмасын 2 ас қасық қана саламын. Қараңыздар, менде картоп піскен, қара бұрыш, аскөк қостым, 2 ас қасық қана саламын. Мінекей 2 ас қасық салып, бетін осылай жауып аламын дағыны буып. Сосын ары қарай тағы да үстінен жеңіл түрде қамырымды домалақ етіп жаямын. 1,5 сантиметр болу керек қалыңдығы. Қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Міне осылай шығады. Қызып тұрған пеште бетіне жұмыртқаны жағып, 180 градуста 20 минут беті қып-қызыл болып, пышный болып, үлбіреп тұрғанша пісіреміз. Міне дайын болған қатпарлы наным өте тәтті, тоғымды. Түскі асқа, кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Қараңыздар, арасы қандай қатпарлы болып шықты. Мінекей, дәмі деген сондай керемет. Баршаңызға ас болсын. Осылай жасап көріңіздер, міндетті түрде осылай қатпарлы болып шығады. Бәріңізге ас болсын.